Сәлем достар, біз бүгін маклюбе деген тағам жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, сәбіз, картоп, пияз және тәтті бұрыш керек. Алдымен біз сәбізімізді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұру керек, сонда әдемі қуырылады. Енді картопымызды қуырып аламыз. Картопты да сәбізді де жұқа етіп тураймыз, себебі піспей қалуы мүмкін. Дәл солай тәтті бұрышымызды да жақсылап қуырып аламыз. Артынан күрішті қуырамыз. Күріштің үстіне приправалар қосса өте дәмді болады. Етті де солай қызып тұрған майда қуырып, барлығын қуырып болған соң, қазанымызға азғантай ғана май құйып, қызған майдың үстіне помидор, пиязымызды және жаңағы қуырып алған затымыздың барлығын саламыз. Пиязды ірі-ірі етіп турау керек, себебі жабысып қалуы мүмкін. Міне, алдымен пияз, сосын ет, сосын сәбіз. Енді картопымызды қоямыз. Тәтті бұрышымызды саламыз. Азғантай тұз шашып, бетіне көк шөптерімізді салып, соңында қуырылған күрішімізді саламыз. Барлығын жақсылап тегістеп аламыз қазанның бетіне. Күрішті демдерден алдын үстіне бір пиаладай су құямыз. Тегістеп қақпағын жауып қойып, баяу оттың үстінде 10 минутқа қалдырамыз. Міне, енді салаттарымызды дайындаймыз. Тамағымыз пісті. Салатымызды салып аламыз. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Қолдың айраны болса да болады.